Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, қалайсыздар? Біз эфир жаққа дайынбыз, осындай қазақы киім киіп алдық. Бізде әлі наурыз жалғасуда. Біздің эфирді 14:30-да көріңіздер. Бүгін қызыққа толы өте керемет эфир болады. Ал қайырлы күн достар, бүгін бізде бірінші Айнұр. Айнұр ханым, қалайсыздар? Аллаға шүкір. Жақсы ма? Өзіңізде соңғы кезде өте көп жаңалықтар бар дейді. Әлде оны әлі жасыра тұрасыз ба? Нет, түсінде кино көріп қандай жаңалықтар, ешқандай жаңалық жоқ. Онда жарайды, оны кейінге құпия қалдырып тұрайық, бізге жаңа подписчиктерімізге. Туралы ма? Жастау кеде келмейді ол. Жоқ, достар, осыны айтып өтейінші. Ернармен мүлдем қоспаңыздар, ол менің досым. Сыйластықты осылай құртып алуға болады, сол себепті тек қана дос ретінде қарастырамын, сіз өтейді. Молодец. Бірақ алдағы уақытта бәрін көре жатармыз, достар. Достар, бүгін бізде Мадина ханым, қараңыздаршы, өте көктемгі көйлекпен сары тошка. Мадикош, қалайсың? Жақсы, керемет. Біздің көрермендерге өзіңіз былай эксклюзив деген ретінде қандай бір жаңалық айта аласыз? Менде қазіргі жаңалық үміткермен керемет танысамын. Ол жаңалық емес, давайте жаңалық. Қаншама халық көреді сізді, қосылайықты қаншама Мадикош, I love my baby, Мадикаш деп айғайлап отырады, сізге оларға ештеңе айта алмайсыз ба? Шашын бойын деп жатырмын десең. Ой, ол жаңалық емес, ол да тоже міне. Ой, блин, Мадикоштың өмірі скучный екен, бірақ достар, оған тіркеліп кетіңіздер. Ой, мынау бөлек жігіт қой біздің Айбек мырза, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір. Байқағанымыздай сіздерде жаңа SMM, аяғыңыз жинап отырыңызшы по-братски. Жақындап түсірейін. Ай, рахмет. Өзіңізде біздің подписчиктарға қандай бір эксклюзивный жаңалық айта аласыз? Ешқандай жаңалық айта алмаймын. Вообще жаңалық жоқ, менің өмірім тып-тыныш. Бір қызық дейтін қызық та жоқ па? Гап деп айтатын. Жоқ, вообще Оразада жаңалық болмайды. Жақсы жаққа бет бұрғаныңыз бар шығар. Бір қандай әдеттеріңізден айырылдыңыз? Бұрыннан ондай жаман әдеттер. Ұйқыны тыю. Ұйқыны тыя алмай жатыр. Соған тырысып жатырық деп қойсай қатеп. Бопты, өзіңіз айта берсеңізші, ондай бүйтіп жатыр екен. Бұл біздің ренжігіш Айбек, танысып қойыңыздар. Сұлтан мырза, қалыңыз қалай? СММ ауыс кетті. Ауысамыз ғой, ауысатымыз бар дайын. Шоқтан кетті, СММ-ге күн. Бұяқты бірдеңе тындырмадық, енді СММ болып тынамыз ба деген ниет қой бізде. Жарайды, өзіңіздің қал жағдайыңыз қалай? Үміткер күтіп отырмыз. Үміткер күтіп отырғанша сіз жасыңыз менің жасым қу жететін болды ғой. Давай талаптарыңыз тез айтып беріңіз. Талаптарым 18 мен 23 жас аралығы. Ажыраспаған, тұрмыста болмаған. Андай бір кейбір үміткер қыздар келіп қалады, тұрмыста болмағандан алып қашып кетіп сондай. Ондайда керек емес, клубқа бармайтын, ішпейтін, шекпейтін. Өші біраз отырайын депсің ғой, бұл Нұрсұлтан, бірақ араларыңызда сондай болса, келіңіздер. Қараңыздаршы қандай бой десе бой бар. Бізде орны бөлек, отырысы да бөлек. Асыл батыр, палуан бөлексің ғой, бәрекелді. Сен жүргізісің ғой? Осы 05-қа СММшік болдым ғой. Не ғой? Аяннан жылатуды қашан қоясың, не деп кеңді ме? Қуасың ба? Аяннан жылатуды қашан қойсын? Мен аяннан жылатпаған. Үш қашан жылатпаған. Өзімен өзі жылап қала бере ма? Тиіспеген, жай ғана маңдайынан тиіспеген. Ай, красавчик, неғып аяны жоқ бүгін онда. Енді ауыр қалыпты аяны. Жарады енді, ем болсын, шипасын берсін, емделіп кетсін. Шаным әшін тез жазылып кетті. Өлтіреді өрт әңгімен. Ассалаумағалейкум. Ереке көзіміз көрмегелі көп болды. Бізде көрермендер біраз сағынпаған жай бар еді. Бірде жоқсың деген ереке ма? Қалайсыңдар? Ақырында. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы, Аллаға шүкір, әдемі. Бір күнге айтарыңыз ақпаратыңыз көп сияқты ғой. 2 күн бойы историядан біраз интрига тастап жібердіңіз. Мүмкін. Оның бәріне 2 жарымда көресіздерміз едік қойасың ғой, ереке. Олай емес, бірде барсың, бірде жоқ емес. Ерекеңе арналған. Сізден ешкім сұраған жоқ, СММ мен мұнда. Айтшы, сұрадыш. Айтшы. Саған терді төгерем, бар нәрсемді беререм. Оның бәрін аз десең, жан беруге көнерем. Сен аман бол ерем. Вай, мынау сұлану ештеңе жоқ қой бұда, ереке. Бүгін 14:30-да қосылайық жобасын көруді ұмытпаңыздар. YouTube ссылка бойынша және Евразия ұлттық арнасы бойынша қосылайық жобасы. Бәрекелді. Айс, бейби, как ты? Идет сам как? Нормально, потихоньку. Айс, как, если вы не знали, вначале только на русском, русскоязычный был. Давай на русском сегодня опрос проведем, да? Миром можно? Можно. Айс, в последнее время мы, не только я, но и зрители замечают, что ты какой-то нервный. Нормально все у тебя? Последнее время или только вчера? Ну... По-моему, только вчера. Да, ну допустим, только вчера.
Ну, вчера кто-то допустил сам. Я что, должен был молчать, что ли? Ну, вот, с этой Доброту за допущен. слабость не принимайте. У меня тоже есть язык, мое мнение. Когда надо, я буду говорить. Вот с этим парнем вчера можно на именно- рамсы ходить. Не рамсы, вот вчера именно, да, давили меня до такого состояния, что я должен был говорить. Ты должен был отвечать, да? Я должен был высказаться. Высказаться. Я все это время молчал. Вчера высказался, легче стало все. И с сегодняшнего дня ты опять тот же самый добрый айс, да? Да, конечно. Все. К нам вернулся добрый айс. Енді қазақ тілімізге өзіміздің тілге қайтып келейік. Енді кеше біраз қыздарға ауыр пікір айтылып қойып еді. Сол кезде кеше нақтылап айтсақ Назымға айтқан пікіріңізге мынау кім сөйлеп жатқан деп. Сонда сіз қалай бөліп жарасыз айс, айтыңызшы. Жарғанда емес. Мен ашуыма тиді, мен де оны ашуыма тиім деп болды. Тиім Жарғанда емес. Көрдіңіз ғой, провокация беріліп отырдым. Соны істедім. Бірақ оған өкінбейсіз айтқан сөздеріңіз. Ол да өкініп отқан жоқ қой, мен де өкінбеймін. Не дейді? Жалпы қатысушы деп кімді мойындайсыз осы? Бәрі мойындаймын ғой, бәрі қатысушы ғой. Мен деген қатысушылар ғой. Жарайды, айс жалпайық. Добрый айс қайтып келді. Ернар Батыр, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Жақсы ма бәрі өзіңізде? Очкимен көңіл күйсіз отсыз ғой. Нормально. Әлде бір көңіл күйіңізді түсіретін жағдаят болды ма? Жоқ, барлығы ойдағыдай, шүкір. Серьезный кісіге, серьезный жақындап қойдық та әйтпесе бүйтіп. Күліп бұрын қарай жарқырап отырсаңыз, мафия ойнап отырсаңыз, басқаша келер ме едік? Мафияда әкелмеймін деп шештім, өздері әкеліп мафиялар. Міне, қатысушылар көңілді қалдырған жай бар ма? Жоқ, просто андай ғой енді. Сыйлағанды білмейді негізі көп қатысушылар. Басыңа әңгіртаяқ ойнататыны бар да. Ондайлар бар. Бәрі емес қой бірақ. Жоқ, бәрі емес енді, ара-арасында бар. Ата- Капризнилар да бар. Өте, мынаны чаптап алғандар да бар енді, бәрін айтып. Не қаламыз еңші, иә. Әркім өз-өзімен, шүкір. Жарайды, бізге Ернарға үміткер болып көңіл күйін көтеріп қойыңыздаршы. Әйтпесе қанша жүргендерге осындай көңіл қалып жатқан жай берген. Мафиясыз қалдық достар, қайтеміз? Барекелді, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, қалай Данержан айналайын. Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Бұл біздің барлықтарыңызға танымал, ананың ақ сүті мен ақындығы дарыған Жамбыл Жабаев атамыздың перерождениесі деп қояйыншы. Барекелді, осыған байланысты бір 4 шумақ біздің көрермендерге. Мына жерге бірақ Жоқ, мен жаңа СММ әлі өзім білем. болды. Қандай сұрақ дейсіз? 4 шумақ біздің көрермендерге. Ой, оны эфирде айтып беремін. Эфирда онда сұрақ қойсайшы одан да ма? өзіңізде қандай жаңалық неғып үміткер кемей кетті деген ойдасыз? Білмеймін соны, өзім түсіне алмаймын. Келіп қалатын шығарсыз, бүгін ертең деген ойдамын. Иә, жүрегіңіз сезе ма? Сезіп жүр. Сезіп жүр ма? Керемет. Негізі өзіңіздің өміріңізде қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай жаңалық күтейік сізден? Жаңалық жоқ особо, Данер. Бұйырса енді жақын арада көресіздер. Мен білетін жаңалықты айтайын ба, айтпай қойын ба? Жоқ, айтпай. О бәрімізге, көрермендерге құпия болып қалсын онда. Иә. Мен Назымды түсіруді мына прическадан бастайын деп едім ғой. Маған айтсаңыз, дарчы, қанша адам, қанша күн жұмыс істеді мынау үшін айтыңызшы. Бірақ адам жұмыс істеді, бізде өткен өңкеп профессионалдар жұмыс істейді ғой. Бөлек қой біздің Назым. Жалпы өзіңіз қалайсыз? Көңіл күйіңіз бәрі жақсы ма? Менде барлығы жақсы. Кешегі енді эфирде болған Айсұлтанның сөзіне бір ренжіп қалған жайыңыз жоқ па? Жоқ, мен сол кезде де айттым ғой, енді пікір көтере аламын деп, сондықтан да барлығы жақсы. Надеюсь, Айсұлтан да өзі пікірімді көтере алды, мен ренжіген жоқ. Өйткені енді ерте өскен жігіт да жылап қалғаны бар еді ғой. Ата-анамның, қандасымның еркелігімен өскенмін деп. Сондықтан да Түсіне білдіңіз, қабылдай білдіңіз. Бәрекелді. Үміткеріңіз бар ғой? Аты кім еді? Мұңсыз қалай, мұң сыйлап жүрген жайы жоқ па? жоқ, барлығы жақсы. Барлығы жақсы ма? Бәрекелді, екеулеріңізден жұп, ода артынан жұбай болуларыңызға тілектеспіз. Ханым қалайсыз? Өзің қалайсың? Жақсы, рахмет. Жалпы көңіл күйіңіз бәрі эфирге деген дайындық ұрып тұр ғой? Мощный, сочный болып тұрсыз ба? Бәрекелді. Жалпы өміріңізде бүйтіп эксклюзив ретінде айтатын жаңалықтарыңыз жоқ па? Экранға айтатын жаңалық жоқ. Экранға айтатын, жарайды. Мынау, андай болса ше, 01-01-2001 жыл туылған адам болса, бір ол президент болады, ғарышкер болады деген не жоқ па? Жоқ па? Оған қарамайсыздар ма? Менікі 07-08-98. Оғанда ештеңе жоқ па? 07-08-98. Айтып берейін ба? Айтып беріңізші. 07? Иә, туған күні. 08? 98. А сен 98 ма?
Кейбірсің ба? жоқ андай бір планмен Кейбір деген сенен баратасың иә иә ай дұрыс айттыңыз таптыңыз ба болды мен сенем бұған иә достар бүгінгі бүкіл опросты жасап шыққан бірінші канал Евразияның қосылайық жобасының жаңа есімі маманы бұрынғы есімі маманымыз декретке кетіп қалған жайы бар бірден ғой сол себепті репост лайк коммент менің балансыма 5 теңгеден салып жіберіңіздер барлықтарыңыз күндеріңіз сәтті өтсін мынау сотрудничество жайында ақордаға звондаңдар Айдана студияда қалайсыз көңіл күйіңіз қалай бәрі жақсы өзіңіз жақсымыз жаурап қалдыңыз ба ерасыл шапан бере тұрды енді жаурап қалдым жаңа таныстық бастауға дайынсыз жүрегім бос иә құрметті жігіттер құрметті оқырмандар біздің Айдана мен өкінішке орай Даниярдың таныстығы тоқтады Айдана енді өз адамын күтеді және жобада қатысушы не айтасыз сізге хейт етіп жатқандар бар қазір иә хейт жазатқандар көп енді білмеймін көреміз енді мен бір орға айтсам болады жарыс келеміз болып жобада иә неге жоқ деген ой туындады басым бос жүрегім бос барлық осы жобаның шарттарына мен келіп тұрмын дегендей ары қарай енді өзімнің екінші жартымды іздеумен және де енді халық тарапынан мен айтып жатыр Айдана сатқындық жасаған измена жасаған Шри-Ланкаға барып жігіттермен танысып одан да сорақысын жасап келген қыз ретінде көріп жатыр ғой әрине ойлай берсін маған біреудің ойы маңызды емес мен ешкімнің алдында ақталуға міндетті емеспін және де кеше көрсеңіздер арақатынас аяқталған кезде де менің тарапымнан бірде бір артық сөз болған жоқ тілімді қай жерде тістедім негізі егер де мен де біреудің масқарасын шығарғым келсе онда мен де олай айта аламын дұрыс па ешбір дәлелсіз ешбір дәйексіз біз кез келген адамға жала тағаламыз да бірақ мен ойлаймын арақатынасты өте әдемі бітіру керек өйткені аяқтау керек өйткені бәрібір келмейтін сәттер болды және де бір-бірлерімізге деген тек қана алғыс айту керек сондықтан мен де кеше айтады неге айтқан жоқсың маған неше түрлі ақпараттар келген негізі бірақ мен ойладым да мен ешкімнің деңгейіне түспеймін мені жамандағысы келсе маған күйе жақсы келсе жаға берсін ал мен жоқ қатшылығымен де дәл солай маған не айтса да сіз өздеріңіз білесіздер мен тек қана ақиқатты айтамын